Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Оңай әрі дәмді тағамдардың рецепттерін көргіңіз келсе, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Бүгінгі видеода донердің жасалу жолымен бөлісемін. Бізге керек салат жапырағы, копченый филе, фри қуырылған картоп, қияр, қызанақ, тұздалған қияр, кетчуп, майонез және осындай лаваш керек болады. Лаваштың бір келкі әппақ жағын сыртына қалдырамыз. Донеріміз әдемі болып шығу үшін. Бұндай лавашты кез келген дүкеннен табуға болады. Енді осы лавашқа бір немесе 1,5 ас қасық кетчуп пен майонезді барлық жеріне бірдей етіп, бір келкі қып жағып шығамыз. Салат жапырағын саламыз. Филені саламыз. Қуырылған картоп, яғни фриді саламыз. Бұл фридің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Қазір осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Қиярды саламыз. Донердің ішіне қалауыңызша пияз салуға да болады. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты. Майонез жағамыз. Енді қызанағын қойып шығамыз. Енді лавашымыздың екі шетін жауып, қазір ораймыз. Кішкене қатты тартып ораңыздар өздеріңізге. Мінекей қараңыздар. Осылай. Барлығын осылай ішіне салмасын салып, орап шығамыз. Неге қараңыздар, отқа қойдым табамызды. Менде осындай сызықтары бар арнайы таба, немесе кез келген табаны қолдана беруге болады. Астына ешқандай май, ештеңе жақпаймыз. Жай құрғақ табаның өзіне. Үстінен тарелкамен кішкене бастырып қоямыз, сызығы түсу үшін. Неге екінші жағын аудардым. Қараңыздар, сызығы түскен. Тағы да бастырып қоямыз. Неге қараңыздар, донеріміз дайын болды. Қалғандарын да осылай істеп шығамыз. Қазір көрсетейін жақынырақ. Өте дәмді болып шыққан. Міне ортасын бөліп көрсеттім. Неге қараңыздар, түрінің өзі тәбетіңді ашып тұр. Өз қолыңмен жасалған тағам әр қашанда дәмді болады. Кейде осылай туыстарыңызды, ата-анаңызды, балаларыңызды қуантуға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.